пайғамбарымыздың хадисі бар, мен сендерге екі нәрсе қалдырып жатырмын, бірі Құран, одан нұр, тура жол бар дейді. Соның үшін Құранды көп оқитын адамдар кіріп келгенде оның денесіндегі нұрды жаңағы көп адам сезеді. Дайым зікірмен жүреміз. Құран азаннан бастап зікір қылып жүреміз. Адамға дем салған уақытымызда фатиханы оқимыз, ясинді оқимыз. Сол ясин оқығанымызда Алла тағаланың мархаметімен нұрды, сол Құран нұрын, Құран демін мына қолымызға алып келемін. Сол бастан жын дегендерді оқымаймын. Ол ал сиқыр, дуаланған, алды байланғандар, ешкім жазылмай келгендерді оқимын. Себебі мен кәсіпкер адаммын ғой. Мен ол 24 сағат адам оқуға уақытым жоқ. Таң намаздан кейін 1 сағат уақыт бөлемін, құптан намаздан 1 сағат уақыт бөлемін. Сонда Құран аяттарын оқып тұрғанымда бүкіл денемдегі күш қуаттың барлығын сол жаңағы алақаныма салып дем саламын. Сол нұрды ләзің барынша сол адамға беруге ұрынамын. Ал емнің өткен өтпегенін білемін. Сол қолыма тәсір қылмаса, демек ол адам оқу керек емес, мен оны оқымаймын. Соның үшін бұл Құранда момындар үшін шифа бар дейді. Сол Құранмен деймін. Ештеңе оқымаймын. Негізі Құран.